Құран оқып үйрену сабағының 7-ші сабағы. Бүгінгі әріп вау деген әріп у дыбысын береді жіңішке. У, уә, уи, у. Яғни ваудың үстінде дам тұратын болса, астыңғы ерінді үстіңге ерінге жанап, фыға ұқсас дыбыс шығарамыз. Бірақ фы деп айтпаймыз, у деп айтамыз. Сөзде өзі сол фыға ұқсас дыбыс шығады. У. Сосын мынау вау әрпі сукунмен келсе, удың өзі болады. Әу, роу, нәу, ләу, уәром, уәтәр, уәмән, уәлән, уәләм, уәкәм, әулу, роуму, яуму, кәуну, уәйлу, уәзну, кәукәбу, мәукибу, әуләмтум, әутәртум. Келесі хә деген әріп. Хә әрпі бұл бізде тамақтың соңғы бөлігінен шығады. Еркін шығады. Дегенде шығады хә. Хә, хи, ху, хы. Хәбі, хәм, хәл, хуә, хия, хум, зәхру, әхәм, уәхәбі, ләхәбі, уәхум, ләхум, бихим, минху, минхум, иләйхи, иләйхим, әмхилхум.